Жастар тележобасының кезекті шығарылымында біз кімді күтеміз? Наурыз мерекесі қарсаңында бізде ерекше қонақ. Түркияда өткен халықаралық жібек жолы өнер фестивалінің бас жүлде иегері, аспапта ойнау номинациясы бойынша республикалық байқаулардың жүлдегері, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүрген ерекше дарынды оқушымыз Жамиғат Дәулет туралы біз не білеміз? Онымен бағдарлама барысына таныс боламыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Қайырлы күн, жаны жайсан жандар. Өздеріңізбен қайта қауышқан Жастар тележобасы. Ал ендеше экраннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың қара домбырасының құлағында ойнайтын мектебіміздің мақтанышы Дәулетті ортамызға шақырып, жақынырақ танысайық. Қазақ халқының төл өнері, асыл қазынасы, қос шекті қара домбыраның үнінде ұлы дала тамыры мен терең тарихы, сан ғасырлық шежіресі бар. Осынау төл өнерімізді туған жерімізден тыс жерлерде де паш етіп жүрген Жамиғат Дәулет ортамызда. Қош келдің, Дәулет. Қош көрдік. Қанша жастан бастап сен домбыраға деген қызығушылығын оянды? Мен 12 жастан бастап домбыраға деген қызығушылығым оянды. Менің ең алғаш қызығушылығымды оятқан ол Шымырбаева Динара ұстазым. 8 қырлы бір сырлы екенін білеміз. Домбыра тартудан басқа хоббиің бар ма? Мен сурет салғанды және осы тоғызқұмалақ спортымен айналысқанды жақсы көремін. Күйші композиторлардан кімнің күйін сүйіп орындайсың? Құрманғазы Сағырбайұлының күйлерін сүйіп орындаймын және тыңдағанды жақсы көремін. Мысалы, Сарыарқа, Байжыма, Адай, Балбырауын тағы да басқа күйлерін сүйіп орындаймын. Дәулет, болашаққа қойған қандай мақсаттарың бар? Менің болашаққа деген мақсатым ол композиторлық жолы. Мен оған түсуім үшін ең алғашқы Шымкент қаласындағы саз өнер колледжіне түсіп, одан қалды Астанадағы Шабыт университетіне түсу. Бағдарламамыздың дәстүрі бойынша біз сенен қонақ кәде сұраймыз. Өте керемет орындау болды. Бәрекелді. Дәулет, саған шығармашылық табыс тілейміз. Өнер биігінде қанатын талмай самғай бер. Жастар тележобасы өнерлі оқушыларды әрдайым қолдайды. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.